мұсылман халқы адыраспанның киесі бар деп есептеген, тіпті оны аяқ астына таптамайтын, керекті мөлшерде ғана алып ем жасайтын, үйге ырыс, бақ әкелсін деп босағаға іліп қоятын. Бүгін сіздермен бірге 100 жаса каналы адыраспанның адам ағзасына пайдасы жайында айтатын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер өте қатты қуанатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Адыраспан терең тамырлы көп жылдық өсімдік. Қазақстанның шөлейтті сортаңды жерлерінде өседі. Сабы мен гүлінде у болады. Ол сасық иісті дәрілік шөп боп саналады. Тау беткейлерінде, жол бойында, жазық далаларда өседі. Шындығында бұл өсімдіктің емге жарар тұсы көп. Адыраспанның бұтағы, жапырағы мен гүлі емдік мақсатта пайдаланады. Атақты ғалым дәрігер Әбу Әли ибн Сина оны 8 көз қабынған кезде шаншуды басатын дәрі ретінде қолданыпты. Халық емшілері адыраспанды ревматизм, қышма және басқа да тері ауруларын емдеуге пайдаланған. Оның шөбінен қайнатып жасалынған тұнба суық тигенде безгек ауруларына, жүйке жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына ем боп саналады. Адамдар оның шөбін жағып түтінмен бас ауруын емдеген. Әрі жұқпалы, сырқаты бар адамдар жатқан бөлмені осылайша залалсыздандырған. Адамдар ежелден адыраспанның ұрығын зығыр тұқымымен қосып демікпені емдеген. Сонымен қоса адыраспанды мың жапырақ гүлдермен, кекуатамен, шөпшай гүлмен қосып қайнатып асқазан сөлінің азаюын, яғни гепатит гастритін емдеген. Аталған шөптің қайнатындысы мен тұнбасы ауруды басып, адамды тыныштандырады. Сырқаты асқындырмауға, тер шығаруға көмектеседі. Адыраспанның қайнатындысымен ауыз қуысын шайқауға да болады. Осылайша тамаққа тиген суықты қайтаруға болады. Буын сырқырауда, аяқ-қолы қақсаудан емдеу үшін адыраспанды қайнатып, сол сумен ауырған мүшені 3 мәрте булайды. Жел құздан қозған буын ауруын емдеу үшін адыраспанның жас сабағын қиып алып, жаншып, буынға тарту керек. Адыраспанды зерттеу барысында оның құрамындағы гармалиннің бар екені анықталған. Ол антидепрессант. Дәрігерлер адыраспан жүрек қағысын тұрақтандырып, оның құрамындағы гармалиннің гидрохлоридті туберкулез қоздырғыштарына қарсы тиімді күреседі деген. Сондай-ақ ол сал ауруы мен Паркинсонды емдеуге қолданылады. Бұл шөптің құрамындағы пеганин демікпені емдеуде де оң әсер береді. Адыраспандағы дезоксипеганин гидрохлориді іш жүргізетін дәрі ретінде де қолданылады. Сонымен қатар адыраспанды невралгия, миопия және басқа жүйке ауруларын емдеуге де қолданылады. Сонымен бірге қолөнерде адыраспанды ұзақ қайнатып, күрең қызыл бояу алған. Ауыл әйелдері бірігіп текемет басқанда киіздің қасына көз тимесін деп адыраспанды іліп қойған. Тағы бір таңғалатын жағдай, малдың қотырын адыраспанды қайнатып жуған. Адамға да, малға да пайдасы зор осындай шынымен де киелі өсімдіктердің бірі. Алайда адыраспан улы өсімдік түріне жатады. Ашыққан кезде сиыр мен жылқы жеп, тыныстары тарылып уланған сәттерде болған. Жүздеген жылдар бойы ата-бабамыз қолданыста ұстаған дертіне дауа болған адыраспанның жоғарыда аталған сырқаттарға пайдасы бар ақиқат. Адыраспанның ерекше қасиеттерінің бірі өкпе ауруына ем. Өкпе туберкулезі, демікпе, ентікпе, тағы да басқа әртүрлі өкпе ауруларына шалдыққанда қолданылады. Сонымен қатар тер шығару және де несеп айдау адыраспанның ерекше қасиеттерінің бірі. Дәл қазіргі күнге дейін адыраспан қолданысқа ие. Жас келін босанғанда, сәбилер сырқаттанғанда, өкпе ауруларына шалдыққанда адамдарды адыраспанмен аластайды. Бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталды. Сауда саламат болыңыздар, ауырмаңыздар, 100 жасаңыздар. Менімен бірге соңынан дейін болғандарыңызға көп-көп рахмет.